Зияш Телеуова, Тірі өлік, роман. Бірінші тарау. Махаббаттың құлы. Аста төк той. Бизнесмен бәсекелестікпен безендірген тойхананың сән салтанаты ерекше. Алапат сарайдың кіре берісіндегі түрлі түсті су себе күмбезі көздің жауын алады. Той иесі сүмбілелері жалт-жұлт еткен, үлкендігі тайғазандай аспалы шамға көз салып, бұны қалай жеткізді екен деп ойлады. Көпшіліктің аузын аштырып, көзін жұмдырған жиһаздар Қытайдікі. Сауда-саттықтың дәмін татқандар тасымалдаудың тәсілін біліп алған. Қазір кез келген сауда нүктелері сол жақтың шетке шыққан тауарларына толы. Біреудің қаңсығы біреуге таңсық дегеннің кері келіп ақ тұр. Банкир сыртқа қарай беттеді. Табан астына шашылап, қиюластырған мәрмәр төсеніштен кескін келбеті анық көрінді. Хан сарайына лайықты, түр-тұрпатына көңілі толғандай, мәртебеленіп, шыны таста бүгежектеп, қорқа соқтап бара жатқандарға қарап, еріксіз езу тартты. Бағлан Құттыбаевич, құтты болсын, дәл иегінің түбінен сыңғыр еткен хатшысына басын изеді де, сырттан кірген зиялыларға көңілін аударды. Олар әйелінің назарына ілігуге асыққандай, бірден солай қарай ауысты. Атасының өмірден озғанына бірталай болса да, көз көргендері оның осы өңірге белгілі қаржыгер болғанын ұмытпаған. Сол себептен де ілтипаттарын бұған емес, оның заңды мұрагеріне бағыштауды жөн көріп, жапырыла солай құлапты. Әлі де баяғы сүтке тиген күшіктей. Күшік күйеу атанып, атасының байлығын басып қалған, барымташылдығын мына тобыр кешірмейтін тәрізді. Сол бір еттен өтіп сүйекке жететін таңба тағдырына мөр боп басылып қалғандай. Қайда барса да атасының арқасында бақ пен таққа ие болды деген күншілдердің күңкілінен арада қанша жыл өтсе де ат құйрығын кесе алмаған. Ол адымын аштырмайтын, аяғын бастырмайтын өткен күннің тұсауы. Кейде шынжыр балақ шұбар төс қайын атасының мәңгілікке байлап матап кеткен шырмауығы үзілмейтіндей. Ол бұлқынған сайын қайта қыса түсетіндей әсер алады. Осы сәт жанына келген әйелі: «Ау, тойдың иесі емеспісің? Бұлай келген қонақтарды қарсы алып, баланың әкесі екеніңді көрсетпеймісің? Тойдан кейін не істесең осы де?» Ол кеудесіндегі қыжылын лақ еткізді. Ерлі зайыптылардың бір-біріне суынған көңілдері жамауға келмейтін жыртық көрпе тәрізді. Іріген үстіне іріп, қақ айырылуға бір тартуы жетпей тұрғалы қай заман. Банкир не болса да, жалғыз баланы аяқтандырып алып, бір жағына шығуды ойласа. Баласы үйленіп немересі келсе, ата болып ақылы кірер деген үмітпен қоңырдың сырты бүтін, іші түтін. Әке-шешенің бүкпесі мол тірлігінен мерей ғана хабарсыз. Бағланның жүрегіндегі бітеу жарасын мүлде жазбағанмен, өткенінен өтімділеу біреудің өмірінде пайда болғанын білдіріп, бірте-бірте тіршілігінің билігін қолына алып алғанда осы жалғыз ұл. Бұл күнде өткенінің естелігі ескіріп, кеудесін күйдірген өрттің өлеусіреген қоламтасы ғана қалған. Сол қоламта қайта үрленіп, жалынының бір жола жалмап қоятыны да осы сәтте үш ұйықтаса түсіне кірмеген. Пәлен жыл отасқан жұбайы, сырт пішінінде ерекшелігі байқалмайтын қиық көз, келте мұрын, қара торының өзі. Кезінде бұлар үйленгенде жұрт «Жігіт байлыққа қызықты» деп шулаған. Бір қызығы ол ащы да болса шындық еді. Обыр ауруына шалтыққан атасы қысқа мерзімде о дүниелік болып кеткенде, жалғыз қыздың күйеуі бас банкир боп шыға келген. Өкінішке орай күйеу жігіттің аңсаған тіршілігі де, құлай сүйген ғашық жары да өзге еді. 500 орындық зал іші гу ете қалды. Тойхананың қабырғасы тұтас ашылып, тұрқы ұп-ұзын лимузин сырғып кірді. Ол үйленгенде мынадай көлік болмаған болар-ау. Әйтпесе байлықтың ортасында отырған банкир қызынан несін аясын? Демек ол атасынан да асып түсті. Әне, желегі желбіреген қалыңдығын қолтықтап мерейі келеді. Жан-жақтан от шашу шашты. Тойшылар гу-гу. Ет жеңді әйелі балпаң басып, қолындағы шашу табағын көтеріп алға шықты. Өзі қалай өзгерген? Сұлу болмағанымен сүйкімді тәріздеді. Ал қазір денесі толысып, көзінің алды шалбарланып, жасына жетпей болбырап, болдырып қапты. Молшылықта өскен адам да өстіп азама екен. Жас сұлуды жетектеп, қағанағы қарқ,
сағанағы сарқ болып келе жатқан ұлына қарады. Сойып қаптап қойғандай өзі. Әлемді құтқаратын сұлулық деп Достоевский тауып айтқан. Ол кімнің басына қонса да, қылықты құпиясымен жіпсіз байлайды. Оның құтқарушылық құдіреті де сонда болса керек. Мұна тұрған көп көздің де, баяғы өзі үйленген той үстіндегілерден айырмашылығы шамалы. Онда да күйеу жігіт қандай көрікті деп, таңдай қаққандардың ыбыр-жыбырын құлағы шалған. Оған қоса сондай сұлу жігіттің қалыңдығы көріксіз екен. Есесіне аузы қисық болса да байбаласы сөйлесін. Мына жігіт оны сүйіп қалды деймісің, көкірегін көмбеттескен шығар. Кімнің аузына қақпақ болсын. Шаншу сөз шымбайына батып, кеудесіне жай оғындай қадалған. Сонда өзін не қара басқанын осы кезге дейін біле алмай дал болады. Өзі өлердей ғашық болып, қызығы басылмаған, құмары тарқамаған, айғызды талақ ете салатындай не басына күн туды. Көрікті жігітке көзі түскен банкирдің жалғыз қызы жұмыстан соң сүліктей қара джипке отырғызып, кафелер мен ресторандарды жағалатқан. Тағамның дәмдісін, ішімдіктің қарапайым жұрттың ерніне тимейтінін ішкізген. Ондай көл көсір молшылық пен қым қуыт қызықты бұрын соңды көрмеген ол байғұс өрмекшінің торына түскендей тыпырлап қалды емес пе? Ду өткен дауыстан селк етті. Тойшылар ашшы, ашшы деп шулады. Төрге қарады. Келіні аққудың көгілдіріндей екен. Дене бітімі қандай әдем. Тал шыбықтай бұралады. Баласы иіліп барып маңдайынан сүйді. Мұның жөн көптің көзінше жабыса кетпей. Өзінің тойында көпшілік дүрлігіп қоймаған соң, қалыңдығының жып-жылымшы ерінен сүйіп алып, артынан шампан ішіп жібергенін есіне алды. Япыр-ай, ешбір сезімім болмаған екен ғой. Солай бола тұра, қалай үйлендім? Егер келінім де баламның байлығына қызығып, тұрмысқа шығып жатқан болса ше, деген сауалдан жүрегі су ете қалды. Жә, ауру басты сау басқа телімейін. Қыздың да әкесі осал емес. Ол да олигарх. Демек, менің балам менің қателігімді қайталамайды. Бағланның құлағы шулап, көзінің алды қарауытты. Соңғы кезде осылай бір күңгірлеген дыбыс құлағынан кетпейді. Тағы сол дауыс. Ал, сені кім зорлады? Көзін мөлдіретіп, сүйгеніңді тастап кеттің. Обалынан да қорықпадың. Оның жазығы не? Жолыңа жаным құрбан деп жүрген талайлардың ішінен сені таңдағаны ма? Осы кез тып-тыныш теңіз толқындары кенет жағаға соғылғандай залгу ете қалды. Жас жұбайлар ортада билеп жүр екен. Келінінің аппақ білегі баласының мойнына оралған. Бір сәт Бағлан студенттік кештерде айғызбен осылай билегенін есін алды. Неше рет билеп еді? Алматы кешіне барғанда екеуі тап осылай көпшіліктің ортасында қалықтап жүрген. Айналасындағылар қара, қандай сұлу жұп деп ауыздарының суы құритын. Билерін тоқтатып, қол соғатын. Бұлай қарасаң тобыр да, той да, бәрі орнында сияқты. Орнында емес, өзі ғана. Оқшау қалған оның қасына жас жұбайлар таянды. Әке, көңілсізсіз ғой, сырқаттанып тұрғаннан саусыз ба? Деді баласы. Қалыңдығы жанында. Келінің жүзі мәрмәрдай аппақ, көзі мойылдай қапқара. Ау маған айғыз. Ол тесіле қалған атасынан ұялды ма, жүзін төмен салды. Жоға, бара беріңдер. Бүгін билейтін күндерің. Ол қолын әнтек сілтеді. Іш қазандай қайнайды. Мен тірі өлік екенмін. Менің жүрегім мұзға айналғалы қашан. Мен қазір ешкімді жақсы көре алмаймын. Жек те көре алмаймын. Тек ақша санайтын робот машинасымын. Робот машина. Сол робот машинаның жеткен жері осы болса ше. Ол көл көсір дүниенің ортасында жүрсе де, жанын жеген жалғыздықтан, өзін түсінетін бір пенденің жоқтығынан шеттеп қала беретін. Осы кезге дейін ешкіммен ақтарыла, ағынан жарыла, сырласып та көрмепті. Сонда бұл қандай тірлік? Қуанышы кем, қалтасы тоқ, тіршілік. Банкир орнынан теңселе тұрып, дүрсілдеген музыкаға есі кетіп билеп жүрген тобырдың арасынан сыналап сыртқа беттеді. Тойхана судың ернеуіне төндіре салынған екен. Керемет көрініс. Толған ай судың ішінде.
кәдімгі суға шомылған хас сұлудай, ұсақ толқынмен діріл қағады. Солқылдап жылап, суға шомылып тұрған аяулы ару тәрізді. Мен тек қана робот емес, жыртқыш аң екенмін деп ойлады ол. Өзімді сонша сүйген, жанына балаған жанды ешкімге керексіз етіп тастай салдым. Банкир баласы үйленгелі бері бей-жай күйде. Үйіне кірсе болды, жас жұбайлардың сықылықтап күлгені, іле бір-бірін қуалай жүгіре жөнелгені, жеткен жерде шөпілдеп сүйіскендері толассыз естіліп жатады. Екі жастың бақытқа кенелуі, мұның кеудесіне шемен боп қатқан шерін қозғап, қай-қайдағысын есіне салады. Туған ұлының бақытты сәттері өзінің бақытсыздығын мойындатқандай, қателігін көзіне шұқып көрсеткендей, өткен күннің улы запыраны тұла бойын жайлап, батпан ойдың ойығына батып бара жатқандай. Ол тойдан кейін мүлде өзгерді. Аяқ астынан осындай күйге түсті ме әлде, сонша жыл жанын жаралап, жүрегін жеген ішкі жанартаудың жарылысы осы ма? Осы арасын айыра алмады. Бірақ сонша жыл селт еткізер сезімсіз, сергелден күймен сенделіп жүргенін ахи-тахи мойындады. Оның қыруар молшылыққа кенелгендегі түйсігінің жеткен жері бәрін сатып алуға болады екен. Тек қана бір ғана нәрсені сатып алуға болмайды екен. Ол махаббат. Сонда байлықтың өлшемі бақыт болмағаны ғой. Енді сол жылусыз, қызусыз өткен жылымшы жылдарының есесін қалайша қайтармақ? Әбден діңкелеткен ойлардан шаршап, көзі ілініп кетіпті, түс көрді. Алатаудың етегі. Ит мұрны өтпейтін қалыңдықтың арасынан айғызды іздеп ұшып жүр екен. Жаңа ғана көйлегі көлең еткендей болған, зым-зия, жүрегі аузына тығылып, тұла бойын қорқыныш биледі. Ойыққа түсіп кетсе, немесе адасып кетсе қайтем? Қойшы жаным, тығылыспақ ойнайтындай бала емеспіз ғой деп, өле-өлгенше жалынды. Тыңдады ма? Неге бала емеспіз? Бақ, мені қуып жетші деп жалт берген. Айғыз, ау, айғыз, қайдасың? Құлаққа ұрған танадай тыныштық. Бағланның бойын шынымен үрей биледі. Абайсызда аяғы тайып, құзға құлап түссеше. Айым, қорқытпашы мені, шықшы, жеңілдім, сен жеңдің. Жалын, жалына түс, әйтпесе шықпаймын. Бір аттасам құзға құлаймын. Үні тұншығып шықты. Айғыз, жаным, жүрегімді жарасың. Мен сенсіз бір минутта, бір секундта өмір сүре алмаймын. Рас па? Қыз қол созымнан қылтың етті. Әрине рас. Жігіт оның қыпша белінен шап беріп, көтеріп алды да үлбіреген ернінен елжірей сүйді. Мен сені ешкімге бермеймін. Анау күнге де, мынау желге де, анау көлге де. Сен тек мендіксің. Сенемін жаным, қорыққаның қандай жақса, ал тағы да қуып жетші. Әй, қыз, тоқта. Әй, қыз емеспін, айғызбын. Сені курстастарың неге алсу дейді? Ой, оңбағандар десейші. Алсудың әндерін сүйіп тыңдаймын. Қыздардың адастыруымен қаншама жігіт іздеп келді ғой. Ал сенше, таныстың ба? Шығамда, ондай қыз бізде жоқ дейм. Олар маған сіз деп те айта алмайды. Батылдары жетпейді. Сосын амал жоқ, жөніне кетеді. Солай ма? Ал сені мен қолыма түсірдім. Мақтанба, әлде де айырылып қалуың ғажап емес. Әлде қанша поклонниктерім бар. Олай болса сені тастамаймын, ертең алып кетем. О не дегенің бақ, ойнап айтамын. Әпкем келмей пәтерін тастап кете алмаймын. Бірер айға шыдай тұрш. Білмейм, сені бір күн көрмесем тұра алмайтын сияқтымын. Мен де. Ал, жасырынам, тауып ал. Айғыз, жаным, қайдасың? Біреу иығынан қозғады. Әке, немене ұйқысырап жатырсыз ба? Даусыңыз қатты шықты ғой. Кешкі ас дайын. Не дедің? Біреудің есімін атадың ба? Әй, қыз дедіңіз. Бала кезіңізге саяхат жасап кеткен тәріздісіз. Иә, көзім ілініп кетіпті. Кітабыңызды көтерейін. Мерей кілем үстіндегі кітапты қолына алып, сыртын оқыды да. Ылғи детектив оқитын болыпсыз, қызық па? Осы жазушы ұнайды. Өмірдің шындығын жазады. Иә, қазір детектив көп оқылады, әсіресе жастар. Мен де кәрі емеспін ғой. Мен ол мағынада емес,
Таңдауыңыз мықты дегім келген. Жүріңіз, тамақ суып қалады. Баласының төменге қарай құлдырай жөнелгеніне құлақ түрді де, тәтті түсін бұзып жібергеніне іші удай ашыды. Дәл баяғыдай сұлу да сүйкімді айғызын көрді. Сүйіктісінің бал татыған ернінің дәмін табы қалғандай ернін сипады. Әттең, оянбай жата бергенімде тағы не көретін едім? Япырай, махаббатымның мәңгілігіне мән бермеген екенмін де, мойындап үлгермеген екенмін де, сол бір киелі сезімсіз қалай өмір сүріп келгем? Кеудесі сыздап, көңілі құлазыды. О, жаратқан ем, менің жаралы елігім, кіреуке шалмаған көңілін лайлағаным үшін, өмірін өксіткенім үшін, жалғыз тастап зарлатқаным үшін мені кешірер ме екен? Елжіреген көңілмен ери шыққан көз жасы сұп-суық болып бетін жуды. Осы сәт табалдырықта тұрған әйелін көрді. Немене, барам деп айтып едім ғой? Оңашада ойлануыңа кедергі келтірдім бе? Қазір маған еш нәрсе кедергі келтіре алмайды. Иә, өткен іске өкінгенмен не пайда? Енді балаларымыздың бақыты үшін бір мәмілеге келуіміз керек қой. Қандай мәміле? Осылай итс-тартыс, иттірлікті жалғастыра берейік демекпісің? Олай деп айтқан жоқпын. Қоңыр сабаңа түс, баламды тірідей жетім етпеймін. Ал өлідей айырылса, оған шара жоқ. О не дегенің? Ақыл тоқтатпайтын жастан өттің емес пе? Әңгімені осымен доғарайық. Бағлан соңғы кезде теңіз жағасына жиі барады. Бірін-бірі қуалап, жағаға жан таласа ұмтылып, кейін серпілетін толқындарға қарап, түрлі ойға түседі. Адам баласының өмірге сонау жал-жал толқындардай құштарлана ұмтылып келіп, ұрынып, тауы шағылғанда ғана жуасып, кейін қайтатыны есіне түседі. Кета атты балық жағаға өлермендене жетіп, олдырығын шашып, ұрпағын қалдырып болған бойы өліп кетеді екен. Не деген қайсарлық, не деген ерлік десейші. Өлетінін білсе де, келер ұрпағының қамын ойлаған жан кештілік деп соны айтты. Жел күшейіп, жал-жал толқындар бірін-бірі қуалап, жаға абыр-сабыр күйге енді. Ол тұрған қой тасқа келіп соққан толқын екпінімен алып кете жаздағаны сондай, аяғынан әрең тұрды. Өмірдің толқынынан қарсы тұра алмай, құлқынның құлы болған бір тамшыңды ала жөнелгеніңде де ештеңе өзгермейтін еді. Ешкімнің тауы құламайтын еді. Неге сөйтпедің деп күбірледі. Ойлап қараса осы кезге дейін төрт жағы, төрт құбыла жандай, жарыла қуанып та көрмеген екен. Бүкіл жан дүниесі, сезім пернесі тас болып құлыпталып қалғандай. Томаға тұйық тірлік кешіпті. Кеудесіндегі күмбезді тірлігінің кілті айғыздың қолында кетіпті. Сол кілтті қайтып ала ма, ала алмай ма? Ол жағы да белгісіз. Не болса да ендігі қалған өмірінің мән мағынасы сол кілтті қалай да қайтаруда болмақ. Бірақ оның жолын қалай таппақ? Оның есіне курстасы Айнұр түсті де, телефонының естелігін аудара бастады. Міне нөмірі. Ұят-ай, Мерейдің тойына шақыруды да ұмытып кетіппін ғой. Ол Айғызбен хабарласып тұратын болар. Екінші тарау. Тергеу амалдары. Күз, күн бұлыңғыр. Сіркіреп жауған жаңбырдан ауа дымқыл. Жапырақтары толық түсіп үлгермеген кәрі қарағайдың бұтақтары арық баланың сирағындай сыйдияды. Жұмыс бөлмесіндегі күрең қызыл былғары креслодан терезеге көз тіккен Райс ауладағы гүлзар алаңын қысқа дайындап жатқандардың қимылына қарап біраз тұрды. Әйтеуір соңғы жылдары гүл өсіруді үйреніп алдық. Қазаққа қазір мал өсіруден гүл өсіру оңай тәрізді. Ас үй жақтан: «Ау, отағасы, жүрсеңізші, кесеңіз суып қалды» деген әйелінің үні естілді. Шолпан өзбек ағайындарға көршілес оңтүстікте көп жыл қоныстанғандықтан, солардың мақамымен сіз деп сөйлейді. Оған өзінің де құлағы үйреніп кеткен. Қазір. Ұзын үстелдің басына келіп орныққанда: «Бір нәрсеге мазасызданып жүрсіз ғой?» Бал салған кішкене хрусталь ыдысты күйеуінің алдына қарай ысырып: «Мұхисиндердің балы денсаулыққа пайдалы деген соң алдым. 5 келіге 5 келі қосып берді ме? Соған сенесіз бе?»
Анықтағаным ғой. Білмедім, бір келісін алдым, ештеңе қоспады. Кеше қабылдауыма 2 ай бұрын көлігімен көпірден ұшып, қаза тапқан банкирдің әйелі келіп, күйеуінің үстінен арыз қалдырды. Япыр-ай, онысы несі? Естімеген елде көп деген-ау. Күйеуім өлген жоқ, шет елге қашып кетті дейді. Сонда мүрдесін көрмеген бе? Көрген, арулап көмген. Бірақ енді соның бәрі жалған. Ол отбасынан құтылу үшін конспирация жасады дейді. Ондай да бола ма? Енді соның болатын болмайтынын тексеруіміз керек. Қаза болған анау-мынау емес, 2-ші дәрежелі банктің президенті. Мүмкін қаржы дауы болар. Ал әйелінің қылығы таңданарлық. Сенсация десе де болады. Бас тергеуші күнделікті жаттығу қимылдарын жасап, біраз сергіді. Киініп есік алдына шыққанда, уақытынан бұрын келген жүргізушісі қолын шекесіне апарып, ресми түрде амандасты. Саламат бол, қалай, тыныштық па? Тыныштық шығар. Сіздің көңіл күйіңізден соны байқаймын. Апталық газеттің соңғы нөмірін оқыған шығарсыз. Тағы педофил туралы жазылыпты. Оқымадым, поштаны кеңседе қарармын. Әлеуметтік желіде ондай жауыздарға ату жазасын беру керек деп, оқырмандар шулап жатыр. Райс үнсіз қалды. Осының бәрі сол ату жазасына мораторий жариялағандықтан болар ма екен? Күндегі ізбен қаланы жарып, көлік жүйткіп келеді. Жалпы біздің бас кейіпкеріміз жасында филолог болам деп армандап, ғұламаларды көп оқыған. Сондағы Әбу Насыр әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындарына көзқарастары жайындағы трактатында ең үлкен бақытқа жеткізетін мінсіз, қайырымды қаланы жетілген, сау тәнімен, өмірді сақтау үшін барлық мүшелері бір-біріне көмектесіп тұратын денемен теңейді. Қайырымды қалаға қарама-қарсы қала, надан қала. Надан қала дегеніміз ешқашанда бақытты көріп білмеген. Оған талпыну ешқашан ойына да кіріп шықпаған тұрғындар қаласы деген екен. Надан қаланы ол бірнеше салаға бөледі. Ділгір қала, алыс-беріс қаласы, пасықтық пен бақытсыздық қаласы, даңғой қала, мансапшыл қала, құштар қала, өнегесіз қала, құбылмалы қала, ауысқан қала. Аттары айтып тұрғандай, бұл қалалар алдамшы нәрселерге ғана әуес. Байлық, ләззат, құштарлыққа беріліп, мансап пен қызықты бақыт деп санағандар. Бұл қалалардың әміршілері де өзін тәңірі, көктен жібергендер етіп көрсетушілердің санатына жатқызып, жеке мақсатпен қиянат жасап, өтірік айтып, менмендік танытады. Егер біздің қаламызда қорғансыз сәбилерге зорлық жасалып жатқан болса, ол қандай қаланың қатарына жатады? Пасықтық пен бақытсыздық қаласы болмай ма? Аулаға келіп тоқтағанда, сен алысқа кетіп қалма, деді жүргізушісіне. Құп болады. Кіре берістегі көмекшісіне, Мәдинаны шақырыңыз деп бұйырды. Асығыс енген ұзын бойлы аққұбаша қызға. Отырыңыз, банкирдің әйелінің арызымен таныстыңыз ба? Иә, таныстым. Пікіріңіз? Еш нәрсе шықпайтын сияқты. Неге? Арызданушыға сенбейсіз бе? Білмеймін, қисыны келмейтін тәрізді. Егер ол күйеуінің мәйітін көрсе, өлгені рас болса, неге күмәнданады? Мәдина, жалпы осы банкке мониторинг жүргізу керек. Себебі азғантай мерзімде 2 қайғылы оқиға орын алып, 2 адам қаза тапты. Тергеушілерге тапсырма бердім. Банкирдің әйелінің арызын әзірге құпия сақтайық. Мен кәсіби заңгермін. Сот медицинасын толық көлемде зерттедім. Өлген адамдарды сойған уақытта қатыстым. Өкінішке қарай қаншалықты ат үсті шешім қабылданатынын білмедім. Ал біз айтып отырған оқиғада өлік 2 жеті бойы судың астында жатып қалған. Бұл жағдайда мәйітке нақты сараптама жасау қиын. Осы тұрғыда әйелінің күмәнділігі қатты ойландырады. Қажет болған жағдайда прокуратурадан санкция алып, эксгумация жасатып, мәйітті тағы да бір рет тексерейік. Егер арызданушы талап ететін болса, оның бұған құқы бар. Райс Сапарұлы, қалада қарбалас. Газеттен оқыған шығарсыз. Иә, хабардармын. Ал сізге тапсырма түсінікті ме? Жүргізуші сіздің құзырыңызда. Рахмет, көлігім бар. Олай болса іске сәт. Есіңізде болсын, сіз әзірге сараптамашылық қызмет атқарасыз, түсіндіңіз бе? Нәтижесін бірлесіп тұжырымдаймыз.
Полковник әр аптаның басындағы әдетімен жанындағы үйілі тұрған мерзімдік басылымдарға көз жүгірте бастады. Күн сайын қызметкерлерін лездемеге жинағанда: «Газет оқыдыңдар ма? Ақпараттық арналарды қарадыңдар ма?» деп сұрайтын. Алғашқы кезде үнсіз отыратындар соңғы уақытта жедел жауап береді. Ол соңғы жылдары күнделікті ақпаратқа деген құштарлық интернетке ауысқанын сезеді. Сондықтан ең болмаса жапондықтар сияқты жарты сағат уақыттарыңды газет оқуға жұмсаңдар деп, статистикадан оқыған соңғы мәліметін естеріне салады. Статистика бойынша әрбір жапон орташа есеппен күнделікті уақытының 3,5 сағатын теледидар алдында өткізіп, газет оқуға 40 минутын жұмсайды екен. Күншығыс елінде күніне 70 миллион газет шығарылады. Бұл дегеніміз әрбір отбасы бір газет алады деген сөз. Жапония дүние жүзінде газет таралымы бойынша 2-ші орында. Йокогама қаласында жапон газеттерінің тарихын баяндайтын мұражай ашылған. Бізге сондай оқырман елінің етегін басу үшін енді қанша уақыт керегін кім білсін. Кешеден бері оның бар ойы банкирге қатысты арыз төңірегінде. Бұл кәсіби құмарлық па әлде осындай шытырман оқиғаларды ашуға шынымен қызығушылық па? Бір жағынан пәлен жыл бір шаңырақтың астында тұрған заңды некедегі әйел қараптан қарап айғай шу шығармаса керек. Мұнда бір гәп бар. Алдындағы тетікті басып көмекшісіне: «Криминалист Жұмағұлды шақырыңыз» деді. Ұзын бойлы қара торы жігіт кірді. «Уақытыңыз тығыз болмаса отырыңыз. Есіңізде ме? Көпірден көлігімен ұшып мерт болған банкир. Сол кісінің әйелі күйеуім өлген жоқ деп арыз тастап кетті. Өлікке сараптама жасауға сіз бардыңыз ба?» «Иә, мен барғанмын. Бірақ өлік судың астында, машинаның ішінде біраз жатып қалғандықтан, оның құжаттарынан басқа еш нәрсеге сараптама жасау мүмкін болмады. Ал құжаттар сол кісінікі. Ол әйелдің дені дұрыс па өзі?» «Дұрыс тәрізді. Аз уақытта осы банкіде 2 қайғылы жағдай орын алды. Машықтанушы Мәдинаны сонда жібердім. Қабілетті заңгер тәрізді. Мониторинг жүргізеді. Мәйітке сараптаманы қайта жасату керек. Әйелінің тоқтамайтын түрі бар. Түс қайта барып, мұрагермен сөйлесейін. Қазір әкесінің орнында көрінеді ғой». «Өзіңіз шешесіз ғой. Сараптаманы қайта жаса десеңіз, жасаймыз. Бірақ прокурордың санкциясы керек қой». «Иә, оны аламыз. Онсыз болмайды. Әуелі сөйлесіп көрейін, сосын шешерміз. Бара беріңіз». «Банкіге өзіңіз барасыз ба, әлде бірге барайын ба?» «Жұмысыңызды жасай беріңіз, өзім барамын». Райс ойланып қалды. Жоғарыдағылар өз қызметіне қоса тергеушілердің міндетіне араласып кететіндігіне талай рет ескерту жасаған. Қылмыс жасалған аумаққа көбіне көп өзі баратындығын, куәгерлерді шақыртудың орнына іздеп жүретіндігін ерсі көріп, кеңес берушілер де көбейген. Соның бәрін біле тұра, қылмыс болған аймақты көзімен көріп, куәгерлерден өзі жауап алмаса, көңілі көншімейтін. Бұл жолы да сол үйреншікті дағдысынан шыға алар емес. 2-ші дәрежелі банкіге өзі баруды ұйғарды. Теңгенің құнсыздануы ішкі экономикасының жедел өсуіне оң әсер еткен Алау банкісінің офисі заманауи талапқа сай жабдықталған ғимараттардың бірі екен. 25 жыл үздіксіз басқарған банкирдің есеп-қисап қитұрқыларын бүге-шүгесіне дейін меңгергендігі де мекеменің гүлденуі мен ырғақты қызмет істеуіне себеп болғандай. Бас тергеушіні сыртта қарсы алған вице-президент қайғылы оқиғалардың банк имиджіне айтарлықтай нұқсан келтіргенін қынжыла баяндады. Мекемеде орын алған 2 өлім бір-біріне байланыссыз кездейсоқтық болып көрінеді. Әйтсе де неге бір айдың ішінде ырғақты жұмыс жасап тұрған қаржы мекемесінің аз уақытта шытырман оқиға орталығына айналуына не себеп? Сауал көп, жауап табу қиын. Марқұм болған банкирді 1-2 рет көргені бар полковник оның мұрагерімен сыпайы амандасты. Бағлан Құттыбайұлымен жақын таныстығым болмаса да, ресми жиындарда кездесіп тұратынбыз. Әкеңізге қатты ұқсайды екенсіз. Рахмет, төрлетіңіз. Қазір президенттің міндетін уақытша атқарушы көрінесіз. Әкеңіздің орнынан үміткермісіз? Оны акционерлер кеңесі шешеді. Бірақ солай болуы керек, себебі біздің акциямыз басқаларына қарағанда қомақты. Түсінікті. Сізге бірнеше сауал қойғым келеді.
Кез келген сауалыңызға жауап беруге дайынмын. Біріншіден, қаржылық операцияларда ауытқушылықтарды байқамадыңыз ба? Барлық кіріс-шығысқа тексеру жүргіздік. Акционерлер кеңесінің отырысын өткіздік. Ешбір ауытқушылық таппадық. Менің әкем финансист, оған қоса математик болатын. Оны финанстан гөрі осы ғылым көп қызықтыратын. Меніңше ол кісі ғалым болмағанына өкінумен өтті. Әкемнің кіріс-шығысты жүйелі жүргізуімен банк кез келген дағдарыстан табысты өтті. Мен де сол қалыпты ұстануға тырысамын. Ал ана саяжайда атып кеткен қызметкеріңіз қай бөлімде жасаушы еді? Атылып өлетін деңіз. Тергеу ондай тұжырым жасаған жоқ. Негізі оны атып кеткен болуы керек. Ол жеке кәсіпкерлерді және тұлғаларды әкімшілік несиелеу бөлімінің меңгерушісі. Бөлімнің аты Шұбалаңқы екен. Одан да ұзақтары бар. Ол қанша уақыт сізбен бірге істеді? 1 жыл бұрын филиалдан ауысып келген. Отбасы бар ма? Ол жағын қауіпсіздік қызметі тексереді. Сол кісіні шақыртайын. Сәл кейінірек. Мерей Бағланұлы, өзіңіздің ата-анаңыз туралы сәл мәлімет бере кетсеңіз жақсы болар еді. Түсінбедім. Екеуінің ара қатынасы қандай еді? Жігіт иығын көтерді. Кәдімгі ерлі-зайыптылар. Әкем сыр ашпайтын, көп сөйлемейтін тұйық адам. Анам ашық, адамдармен тез тіл табысады. Соңғы жылдары қант диабетіне шалдығып, денсаулығы күрт төмендеп жүр. Сіз ересек адамсыз. Үйленді деп те естідім. Әке-шешеңіздің арасында бірін-бірі қатты жақсы көретін сезімдердің болған-болмағанын білетін шығарсыз. Жігіт үнсіз отырды да. Меніңше ондай сезімдері болмаған сияқты. Себебі өзім сүйген, өзімді сүйетін жанмен бас қосып, сезім ортақ болатын болса, өлшеусіз бақыт екеніне көзім жетті. Өкінішке орай, ата-анамның арасында бір-біріне ерекше ынтызарлықты байқамадым. Жас кездерінде болмаса. Енді қауіпсіздік қызметкерін шақырсаңыз. Сізге кофе ме, шай ме? Рахмет, шай ішіп отыратын уақыт жоқ. Жас банкир шығып кеткен соң, кабинет ішін шолып өткен бас тергеуші қабырғалықтағы кітап қоятын шкаф пен жиын өткізетін үлкен үстелге, оның жанындағы орындықтарға, ноутбукке көз жүгіртті. Бөлмеге қызметке керексіз артық ауыз жиһаз қойылмаған. Қауіпсіздік қызметі тығыз денелі, қимылы ширақ кісі. Саламатсыз ба? Кіруге бола ма деп апыл-ғұпыл амандасты. Бұл қызметке отставкаға шыққан орган қызметкерлері алынатынын білетін Райс. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде жасадыңыз ба? Мұнда қай уақыттан бері қызмет атқарасыз? Иә, сол жақтан зейнетке шыққанмын. Мұнда жасағаныма да біраз болды. Бұрынғы басшыңыз туралы не айтасыз? Бағлан Құттыбаевич па? Ондай өз ісінің шебері сирек. Өкінішке орай. Өте қайғылы жағдай. Сіз ол кісімен біраз жыл бірге қызметтес болдыңыз. Қандай мінездеме берер едіңіз? Қызметі, отбасы, ішімдікке әуестігі. Қызметті мінсіз атқарды. Отбасы туралы көп білмеймін. Ол көп сөйлемейтін. Томаға тұйық, өмір сүрді десек те болады. Тек қызмет бабында сөйлесетінбіз. Бала жалғыз, сол қазіргі басшымыз. Ал әйелі бұрынғы банкирдің қызы. Солай ма? Қайда істейді? Әйелі де осы банкте істеген. Соңғы жылдары денсаулығына байланысты үйінде. Ол кісінің мінез құлқы туралы не айтар едіңіз? Күйеуіне қарағанда тентек, мінезі шайпау. Енді бұл банк соның әкесінің жеке меншігі ғой. Ал анау саяжайда атылатын бөлім жетекшісі туралы не айтасыз? Ойпыр-ай, күтпеген жерден төбемізге жай түскендей болды. Ешбір ойлануға мұрсат бермей тастады. Ол бір пысқайлау келген жігіт еді. Мүмкін несие алушылардың бірімен тіл табыса алмай қалған болар. Жоға, айта көрмеңіз. Бізде клиенттермен өте мәдениетті, барынша сыпайы қарым-қатынас жасау қатаң талап етіледі. Егер қызмет бабында бір шаң-шұң шықса, күзетшілер бар, мен бар, бірден естиміз. Меніңше бұл қызметіне байланысты емес ау. Ал отбасындағы ұрыс-керіс, қызғаныш дегендей әңгіме естімедіңіз бе? Әйелі сыпайы, әдепті жан. Оқиғадан кейін ауырып қалыпты. Тілдесе алмадым. Әрине, Құдай басқа бермесін.
қызметтестерімен ешбір алауыздығын байқамаған ба едіңіз? Осыдан 3-4 ай бұрын қарамағындағы аға менеджермен тілге келіп қалып, өзім татуластырғанмын. Неге? Аға менеджер көптен бері қызмет жасайды. Ауданнан ауысқан бастығына бағынғысы келмейді. Оны менсініңкіремей мөңкейтін тәрізді. Екеуі түсініскендей болған. Одан кейін екеуінің арасында келіспестік байқалмады ма? Жоқ. Жарайды, маған сол менеджерді шақырыңыз. Жақсы. Орындығынан тұра салып, жанына қойған кепкасын сасқалақтап іздеген қауіпсіздік қызметінің жетекшісі басын иіп, қалбалақтап шыға жөнелді. Жасы біразға келген кісінің қылығын ерсілеу көрген тергеу басшысы оны көзімен есікке дейін ұзатып салды. Аздан соң тықылдаған біз тақы туфлидің дыбысымен қоса ұзын бойлы ақ сары бойжеткен кірді. Кіріңіз, келіңіз, отырыңыз. Бас тергеуші Райыс Сапарұлы. Ертеңгілік бір тергеушіні көргем, түсінбедім. Бір күнде бірнеше рет жауап аласыздар ма? Банкіде болған қайғылы оқиғадан соң қызметкерлерден бір емес, бірнеше рет жауап алуға тура келеді. Сіз бөлім жетекшісімен неше жыл бірге жасадыңыз? Бұл банкіде 10 жыл. Салауат Нұркенұлымен 1 жыл. Бұдан біраз уақыт бұрын екеуіңіз тілге келіп қалыпсыз. Не үшін? Қызмет бабымен. Ол бұрын филиалда жасаған. Орталықтың жұмысын менен артық білмейді. Бірақ онысын мойындағысы келмейді. Ал қазір ол кісінің орнын кім басты? Әзірше міндетін атқарушымын. Кім болатынын басшылар шешеді. Егер сізді қойса, істер ме едіңіз? Әрине. Қазіргі жалақыңыздың бөлім жетекшісінің жалақысынан айырмашылығы қандай? Кешіріңіз, бұл сұрағыңызға жауап бере алмаймын. Мен тергеушімін, сондықтан жауап беруге тиіссіз. Менің жалақым 150 мың, бөлім жетекшісінікі 250 мың. Айырмашылығы қомақты екен. Сонда сіз жалақысына бола біреулер оған оқ атты демекшісіз бе? Қыз зорлана жымиды. Сізге олай деп айтқан жоқпын. Отбасыңызда тағы кімдеріңіз бар? Сұрақ жанына жақпаған бойжеткен қабағын түйіп сәл отырды. Бұған да жауап беруім керек пе деп қайтадан сұрады. Әрине, әйтпесе қоймаған болар едім. Әкем қайтыс болған. Шешем, 2 інім бар. Інілерің қайда істейді? Қайда істеуші еді? Супермаркетте күзетші. Екеуінің де дипломы бар. Жоғары білімді мамандар. Бірақ шенеуніктік тақ біздейлерге ауыспайды. Қыздың үнінен реніш сезілді. Болғылары келген, тестіден өте алмады. Тамыр таныстық билеген қоғамда мемлекеттік қызметке кіру оңай емес. Өзім де бірнеше жыл талпынып конкурстан өте алмадым. Менің ойымша осы система басшылардың балаларына, тұқым теберігіне жасалған қамқорлық. Қарасаңыз, әкімшілікте жасап жүргендер бұрынғы партия совет органдарында қызмет істегендермен қазіргі креслода отырғандардың үрім бұтақтар. Бұл деген тақ пен тәж, мұрагерлікпен соларға ғана бұйырады деген сөз. Кешіріңіз, ойымдағыны ашық айтып тастаймын. Өзім сондаймын. Ата-анаңыз кім болып жасады? Әйтеуір шенеунік емес, базарда тұрып, ұсақ-түйек саудамен айналысты. Қазір әкем жоқ, анам зейнет жасында. Енді бір сауал. Інілеріңіз қайда жасайды? Оны қайтесіз? Жауапқа тартылғанын білсе, жұмыс берушілер бірден шығарып жібереді. Өтінем, оларға тиіспеңіз. Бұл өтінішіңізді назарға аламыз. Қожайындары білмейтін болады. Қайда жасайтынын айтыңыз. Дина супермаркетінде. Тегі аты жөндері. Санат, Қанат, тегін білесіз, менің туған інілерім. Жарайды, енді рұқсат. Қызметіңізге бара беріңіз. Сау болыңыз. Қыз қалт бұрылды да, артық айтқаным болса айып етпеңіз, деді. Райыс қылмыстың табын, адамның сырт бітімі мен мінез құлқынан іздейтін әдетімен. Қыз туралы, айналасындағы құбылыстар мен әділетсіздіктерге қатысты пікірін білдірмесе, тұра алмайтын қызыл қандылардың қатарына қосса болғандай екен. Демек, ол қызметтегі кейбір келіспеушіліктерін інілеріне жеткізіп, оларды қылмысқа итермелеуі мүмкін деп түйді. Есіктен басын сұққан хатшы. Сізге тағы кімдер керек деді? Маған қауіпсіздік қызметін қайта шақырып жіберіңіз. Арада бірер минут өтер-өтпестен кіріп келген ескі танысына отырыңыз деп белгі берген бас тергеуші.
Сіздерге тағы да тергеушілер жіберемін. Олардың барлық қызметкерлеріңізден жауап алуына толықтай мүмкіндік жасаңыз. Әлбетте, барлық мүмкіндіктер жасалады. О жағына қам жемеңіз. Сонда біреу-міреуден күдіктенесіз бе? Біз де қызметтік тексеру жасап, кадрларды іріктеуден өткізудеміз. Қазір нақты еш нәрсе айта алмаймыз. Ондай дәйекке тергеу аяқталған соң ғана тоқтаймыз. Ғафу етіңіз, бұл банк беделді. Бұрын ешбір мұндай оқыс оқиғалар болмаған мекеме. Тіпті таңғаларлық жайттер. Қазір еш нәрсеге таңғалуға болмайды. Иә, дұрыс айтасыз. Бәрі өзгерді ғой. Сау болыңыз. Әлбетте, келіп тұрыңыз. Айтпақшы, жаңағы аға менеджердің тегін айтыңызшы. Жанат Есбергенқызы. Осындай шытырман оқиғалар жалғаса берсе, осы банкіден шықпайтын болармыз. Тіпті сіздің де жағдайыңыз мәз болмайтын шығар. Менің қандай? Қауіпсіздік қызметкері мұрнының астынан міңгірледі. Офистен шыққан Райс Сапарұлы кептелістен мандытып жүре алмай, бағдаршам сайын тұрып қалды. Қарсы беттегі валюта алмастыру деген маңдайшаға көзі түсіп, Хрущев заманында орталық партия комитетінің бұйрығымен валюта саудасымен айналысқандар жаппай тұтқындалып, оларға ату жазасы берілгендігін, ал социалистік жекеменшікке қол сұққандар, пара алғандар, солармен пара-пар жазаға тартылғанын есін алды. Ол жалма-жан қалта телефонын алып, орынбасарына қоңырау шалды. Расул, аздан соң боламын. Тергеушілерді жина. Құп болады. Бас тергеуші өзін күтіп отырған қызметкерлеріне кіріңіздер деп емеурін танытты да есігін ашық қалдырды. Орнына жайғасып болған соң қолдарына блокноттарын алып, тас түйін болып отырғандарға жағалай қарап шықты. Апталық коммерциялық газеттің бүгінгі санында банк менеджері өзімен бірге қызмет жасайтын заңгерді атып алды. Олар проблемалық несиелерді қайтарумен шұғылданған деген мақала жарияланды. Міндетті түрде оқып шығыңыздар. Жүргізіп жатқан істеріңе пайдасы тиеді. Бүгін Алау банкісінің атқарушы президентімен, қауіпсіздік қызметінің жетекшісімен, бөлімнің аға менеджерімен кездестім. Банктің қаржылық жағынан ойсыраған олқылықтар болмаса, мұндай оқиғалардың адам факторына қатысты болуы таңғаларлық құбылыс емес. Осы тұрғыдан көпірден ұшқан банкирдің, атылған бөлім басшысының жеке өмірлерін, отбасыларын мұқият зерттеу қажет. Полковник мырза, банкирдің өлімін бақытсыздық деген жоқ па едік? Иә, бірақ одан кейін туындаған жағдайға байланысты тергеу ісі қайта жалғастырылады. Оған қоса бұрын атылып өлді деп болжам жасалған бөлім меңгерушісінің сараптамасы күмән туғызады. Мен бүгін бір сезікті нәрсені байқадым. Бөлім басшысы қарамағындағы аға менеджермен тілге кеп қапты. Ал менеджердің қызу мінезді, тіл ұшындағысын бетің бар, жүзің бар демей айта салатыны байқалды. Екі інісі бар екен. Олар өз мамандықтары бойынша жұмыс таба алмай, супермаркетте күзетшілікке орналасқан. Сол жігіттерді тексеру керек. Олар апасының қызмет бабындағы кикілжіңдерінен хабардар болып отыратын болса, соның салдарынан қылмыс туып кетуі әбден мүмкін. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мүмкін, деді тіс қаққан майор. Ал банкирдің өлімі зерттеуді қажет етеді. Алғашқы қардан қала көшелері әп-сәтте өзгеріп, қоңырқай кейпінен арылған. Табиғаттың осындай таза шағы Райсқа қатты әсер етеді. Мынадай тамылжыған көрініс өмірде бірін-бірі өлтіріп, бірін-бірі тонап, біріне-бірі әлімжеттік жасайтын, зорлық-зомбылықтың болатындығына күмән туғызады. Десе де ол күн құрғатпай кездесетін жабайы құбылысқа айналды. Жедел отырыстарда баяндалатын қылмыстардың алуан түрлілігі тұла бойды түршіктіреді. Адамдардың жыртқыш аңдардан айырмашылығы шамалы болып бара жатқандығына көз жеткізгендей. Ал кейбір қылмыстың жасалу әдістері мен тәсілдері бұрын соңды кездеспегендіктен тергеуді тығырыққа тірей береді. Соның бірі банкирдің өлімі. Қалай десе де осы жұмбақ өлімнің бір сыры бар. Ол оның жеке басына байланысты құпия болса ше, жалпы қазіргі заман сулаған зымыранға ұқсайды. Тіршіліктен әлде бір себептермен мезгілсіз өтіп жатқандардың ішкі дүниесінде нендей төңкеріс болып жатқанын болжау мүмкін емес. Сол пақырлардың қалай өмір сүргенін, ажалға итермелеген не екенін білуге де
ешкім құлық білдірмейді. Патологоанатомдар бас сүйегін зерттейді, бет әлпетінің терісін тартады, сосын ішкі органдарын түгендейді. Бас тергеуші мәйіттерді союға талай рет қатысқандықтан, осы процестің құйтырқыларын жетік біледі. Сол себептен де судың астында бірталай жатып қалған мәйіттің айналасындағы күмәні мен күдігі күннен күнге күшейе түсуде. Орнына отырысы мен көмекшісіне: «Маған Мәдина келсін», деді. Іле кірген машықтанушыға: «Отырыңыз, бүгін ерте келіпсіз ғой. Сіздің ұйқыны жақсы көретініңіз туралы естігенмін. Санкт-Петербург университетінің заң факультетін бітірдіңіз бе? Ақ түннен шыға алмай жүрген болдыңыз ғой. Сол оқу орнынан Ресейдің 2 президенті диплом алғанын білесіз бе?» «Білем. Шынында да сол жақтың ауа райы қатты әсер етті ме? Ерте тұру мен үшін қиын. Сіз білесіз бе? Железная леди аталған Маргарет Тэтчер тәулігіне 4 сағат ұйықтаған. Атақты қолбасшы Наполеон Бонапарт адамдар қанша ұйықтау керек деген сұраққа ер адамдарға 6 сағат, әйелдерге 7 сағат жеткілікті деген екен. ақш-тың президенті миллиардер Дональд Трамп тәулігіне 4 сағаттан артық ұйықтамайтын көрінеді. Бұл іскер адамдар үлгі алатын қасиет. Ал британдық зерттеу тобы талдауының нәтижесі 10 жасқа дейінгі балалар қабілетін толық ашу үшін 8,5-нан оқуға дайын емес екен. Олардың пайымдауы бойынша 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер ертеңгілік сағат 10-нан оқуға, ал университеттің студенттері дәріске 11-ден ерте кіріспеуге тиісті екен. Оксфорд университетінің профессоры Гаул Келлидің тұжырымдауынша, мектептің сабағы 8,5-нан 10-ға көшірілетін болса, үздік оқушылардың қатары 19%-ға дейін өсетіні дәлелденген. Осыған ұқсас жағдайлар қызметкерлерге де кездескен. Ғалымның айтуынша 10-ға дейінгі жұмыс жасау түрме азабымен теңестірілген. Бұл қазіргі қоғамның өзекті проблемасы. Мәдина, сізді мұқият тыңдадым. Сіздің жұмыс жасау қабілетіңіздің сағат 10-нан кейін ашылатынын түсіндім. Жоға, полковник мырза, бұл шетелдік ғалымдардың зерттеу тұжырымдамасы ғой. Ал мынау шетелден әкелінген скеллер. Полковник алдындағы 4 бұрышты қораптан кішкене аппаратты қолына алды. Екеу ара сұхбат құпия сақталады. Сынақтан өткізіп көрелік. Сіздің дауысыңыз тым екпінді шығады екен. Бұл тергеушіге жарамайтын құбылыс. Бойжеткен қысыла күлімсіреді. Раис Сапарович, аппараттарыңыздың біреуін маған бермейсіз бе? Тапсырыс бердім. Сізге міндетті түрде бергіземін. Ал айта беріңіз, не тындырдыңыз? Әріптестерінің мінездемесіне қарағанда марқұм болған банкир меланхолик. Демек сезімтал, тұйық. Өзімде солай болжам жасағанмын. Ішетін ішімдіктері коньяк, ликер, виски, шампан. Бірақ көп әуестенбеген. Түсінікті, әйелдермен байланысы. Таңғаларлығы ешбір өсегі жоқ. Спортпен айналысқан. Ол туралы жеке парағында тенниспен, волейболмен шұғылданғаны туралы жазылған. Жалғыз баласы жақында үйленген. Баласы да, келіні де финансист. Әйелі ше? Әйелі денсаулығына байланысты жұмыс жасамайды. Әйелімен сөйлестіңіз бе? Арызданушы әйелі ғой. Ол кісі менімен кездесуден бас тартты. Неге? Сырқаттанып отырмын. Басшыңа өзім соғамын, деді. Мен машықтанушы болған соң менсінбеген шығар. Банкир ағылшын тілі маманын шақырып, күн сайын жұмыс аяғында дәріс алып отырған. Тамаша, бұл тамаша. Ең бірінші содан бастамадыңыз ба? Райстың дауысы қатты шықты. Скеллердің стрелкасы қозғалақтап барып қайта тұрақтады. Ағылшын тілінің мұғалімін тауып алып, қашаннан бері дәріс беретінін, банкирдің қандай дәрежеде тіл білетіндігін анықтаңыз. Құп болады, боссыз. Ішкі желідегі көмекші. Раис Сапарович, сізге банкирдің әйелі Қоңыр ханым келіп отыр, деп хабарлады. Кірсін. Қара костюм шалбар киген әйел ет жеңділігіне қарамай ширақ қозғалды. Қысқа қиылған шашы екі түске боялғандықтан бет әлпетіне жарасымды өң берді. Кіп кішкене гауһар тасты сырғасы жылтырайды. Ақсүйек әйелге тән жүріс тұрысы паң. Ернінің ұшымен амандасты. Отырыңыз, саулығыңыз қалай? Рахмет, қант диабетімен ауырамын. Диета сақтаумен жан сақтап жүрмін.
Әйел қол сөмкесінен орамалын алып, тершеген жүзін сүртті. Сізді тыңдап отырмын. Тергеушіңізбен тілдесе алмадым. Сол себепті сізге келдім. Тағы да айтам, менің күйеуім өлген жоқ. Оған күмәнданбауыңызға болады. Ол шет елге қашып кетті. Сонда отбасын тастап кеткенін қалай түсінуге болады? Енді сізге мынадай мәлімет берейін. Шет елде менен бұрын алам деген қалыңдығы, тіпті одан туған баласы да бар деп естідім. Қоңыр Шаяхметовна, бұның бәрі жел сөз, нақты дәлеліңіз жоқ қой? Енді мені тыңдаңыз. Сіздің арызыңыздың түбін түптеу үшін күйеуіңіздің мәйітін қайтадан сараптамадан өткізу қажет. Егер сіз келісім берсеңіз. Сонда өлікті қазып аласыздар ма? Басқа амал жоқ. Сосын егер сіздің күйеуіңіз осындай қадам жасаған болса, ол кері қайтпайтын болар. Сонда сізге осындай әрекеттер не үшін керек? Оның нағыз бет бейнесін ашу үшін. Сіздің пікіріңізге балаңыз қосыла ма? Оны білмеймін, сөйлескен жоқпын. Бұныңыз дұрыс емес. Балаңызбен сөйлесіңіз. Біздің бір шешімге келуіміз үшін екеуіңіздің де келісіміңіз қажет. Балам не десе де мұның түбіне жетпей тынбаймын. Ашуға булыққан әйелдің тыныс алуы жиіледі. Кешіріңіз, кішкене қораптан дәрі алып, тілінің астына салып. Қоңыр ханым, қобалжымаңыз, жағдайыңызды түсінеміз. Бірақ тергеу аяқталмай жатып, сізге еш нәрсе дей алмаймыз. Сосын мәйітке эксгумация жасау үшін балаңыздың да келісімі керек. Орнынан сілкіне тұрған әйел басын кегжең еткізді де есікке беттеді. Арызданушысын көзімен ұзатып салған Райс, өзі бір-екі рет көріп, кескін келбетімен жүріс тұрысына тәнті болған банкирді есін алып, сырт бітімдерінің өзі үш қайнаса сорпасы қосылмайтын жұптар да болады екен-ау деп ойланып қалды. Полковник екінші дәрежелі банк президентінің өлімі туралы тергеу ісіне шынымен мән бере бастады. Есіктен батылсыздау бас соққан жас тергеушісіне кір деп ишара жасады да, Бауыржан, банкирге қатысты шыны көз туралы анекдотты естіп пе едіңіз, деді күлімсіреп. Кешіріңіз, естімеппін. Онда тыңда. Бір банкир өзіне шыныдан тамаша көз жасатып, оны жиі-жиі салып, әріптестерінен көз өзінікі ме әлде шыны ма деп жиі сұрайтын көрінеді. Банкир біресе сол көзін, біресе оң көзін шыныға ауыстырып отыратын болғандықтан, ешкім қайсы өзінікі, қайсы жасанды екенін айыра алмапты. Тек қана бір швейцар бірден айырады екен. Соған ашуланған банкир бір күні жасанды көзін алып тастап, менің шыны көзім қайда деп айқай салады. Швейцар, ол жоқ дейді салмақпен. Оны сен қайдан білесің, депті банкир ыза болып. Сонда швейцар, сіздің шыны көзіңізде бір адамгершіліктің нышаны бар еді. Ал мынау өз көзіңіз, дейді. Райс Сапарұлы, нені меңзеп отырғаныңызды түсінбедім. Мұның өлген банкирге қандай қатысы бар? Тікелей қатысы болмағанмен, сол банкирдің жүрегінің түбінде біз білмейтін, тіпті ешкім білмейтін бір сыр, бір құпия болуы мүмкін. Іскер банкир, білікті қаржыгер, беделді басшы, көлігімен көпірден ұшып мерт болды дегенге сенесіз бе? Сенбегенде оқиға солай болған жоқ па? Қаржы саласында бірнеше жыл мінсіз қызмет жасаған банкирдің кез келген қиындықтарды аспай-саспай саралауға, кедергілерді жеңуге тәжірибесі, көрегендігі, шыдамдылығы толық жетуге тиісті. Егер солай десек, оның өлімінің себебі не деп ойлайсыз? Күтпеген оқыс жағдай, немесе біреудің қолымен ұйымдастырылуы мүмкін. Акционерлердің бе? Мүмкін. Иә, ол да мүмкін. Райс Сапарұлы, мәйітіне сараптама жасау туралы не шештіңіз? Әйелі талап етуде. Баласын шақырттым, қазір келуі керек. Осы кез көмекшісі. Райс Сапарұлы, сіздің қабылдауыңызға Мерей Бағланұлы келіп тұр, деп хабарлады. Жіберіңіз, кірсін. Бауыржан, кетпе. Соңғы сәнмен киінген жас банкир жарқылдай амандасты. Мына жағдайларды бір жағына шығармай, бізден де сізден де маза кететін болды. Отырыңыз, сізге бірнеше сауалым бар. Егер әкеме қатысты болса, жауап беруге дайынмын. Осы қалада әкеңізбен институтта бірге оқыған курстастары бар ма? Бар болса білесіз бе? Иә, бір апаймен көшеде кездесіп қалғанбыз. Есімі Айнұр. Әкімшілікте экономист болып жасайды.
Екеуі кездессе біраз сөйлесіп шүйіркелесіп қалатын. Сірә жақсы достар болса керек. Қалалық әкімшілікте ме? Иә. Екінші, әкеңіздің дәрігер достары бар ма? Иә, хирург ауылдасы бар. Екеуі балық аулауға, аң аулауға бірге баратын. Үшінші, әкеңіздің мінез құлқында кейінгі кезде өзгерістер байқамадыңыз ба? Әкем әуелден де көп сөйлемейтін, алайда осы соңғы кезде тіпті тұйықталып, өзімен өзі болып қалды. Қызметіне де бір түрлі құлықсыз, бей-жай күйде үнемі ой үстінде жүретіндей көрінетін. Бос уақытын қалай өткізуші еді? Ол кісі бұрындары менің бала кезімде аң аулауға жиі шығып, бірнеше күн жүріп алатын. Соңғы кезде ол хоббиінді ұмытқандай, көбіне бөлмесінен шықпайтын болды. Дәрігерге көрінгенін байқаған жоқсыз ба? Жоқ, денсаулығында ешқандай ақау болмаған, еш уақытта шағынып көрген емес. Кітап оқи ма? Оқиды. Қандай? Шыңғыс Абдуллаевтың детективтерін оқып жүргенін көрдім. Соңғы оқыған кітабын әкеліп бересіз бе? Жарайды. Сіз менің әкемді жүйке ауруына шалдыққан деп ойлайсыз ба? Әзірге ондай тұжырымдама жасалған жоқ. Бірақ әкеңізді депрессияға итермелеп, көңіл күйіне қатты әсер еткен бір жағдайдың болғаны анық. Мүмкін ол өткен өмірімен байланысты шығар. Айтпақшы, анаңыз мәйітке қайта сараптама жасауды талап етіп отыр. Сіз бұған қалай қарайсыз? Сонда қалай? Қабірді ашасыздар ма? Мұны эксгумация дейді. Өлген адамның кім екеніне, неден өлгеніне көз жеткізу үшін сондай әрекетке баруға тура келеді. Бірақ жақындарының жазбаша келісімі керек. Мен қарсымын. Бұрын жасалған сараптамамен келісемін. Қалай болғанда да әкем өлді, біз көмдік. Өлген адамды тірілтіп бер деп ешкімге шарт қоя алмаймын. Олай болса анаңызбен сөйлесіңіз. Бірақ тергеу амалдарын жүргізе береміз. Ол өз еріктеріңіз, мен арызданған жоқпын. Дегенмен анаңыз арызын қайтып алмайтын болса, біз істі жаба алмаймыз. Ол кісі күмәнданып отыр ғой. Өлімге қимайтын болар. Меніңше анамның жүйкесі сыр берген. Оған да көз жеткізуге тура келеді. Ал бөлім басшысының өлімін неге жорисыз? Оны сіздер ашпасаңыздар, финанс жағынан ауытқулар жоқ. Оны қызметтен тыс уақытта саяжайында атқан. Мүмкін бұзақылар шығар. Акционерлеріңізден қауіптенбейсіз бе? Ондай болуы мүмкін бе? Біз барлық варианттарын қарастырамыз. Осы оқыс оқиғаларды пайдаланып, банктың беделін түсіруді көздеген бәсекелестеріңіз болса ше? Иә, осы оқиғалардан кейін акционерлер шұғыл кеңес өткізейік деп қолға салды. Тергеу аяқталған соң көрерміз деп тоқтау салғам. Маған акционерлеріңіздің координатын тастап кетіңіз. Бізге керек болып қалар. Оларды әзірге мазаламауыңызды сұрар едім. Онсыз да бірталай дүрлігіп қалдық. Әйтсе де енді дүрлікпеулеріңіз үшін барлық жағдайды түптеуге тура келеді. Бұл біз үшін емес, сіз үшін қажет нәрсе.